Мектеп әр бала үшін қауіпсіз жер болуға тиіс. Зорлық зомбылыққа, әлімжеттікке, яғни буллингке, қатыгездік пен озбырлыққа мүлде жол берілмеу керек. Соңғы 2 жылда өскелең ұрпақтың құқығын қорғау үшін нақты шаралар қабылданды. Атап айтқанда, кәмелет жасына толмағандарға қатысты жасалған кез келген зорлық зомбылық үшін берілетін жаза қатайды. Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің құзыреті кеңейді. Сондай-ақ тағы бір өзекті мәселе: балалардың өз-өзіне қол жұмсау жағдайларының, яғни суицидтің алдын алу бойынша жүйелі жұмыс істеліп жатыр. Еліміздегі барлық мектепте 111 психологиялық қолдау қызметінің QR коды орнатылды. Жаңа оқу жылынан бастап мектептер мен колледждерде әлімжеттікке, буллингке қарсы Досбол Лайк атты бағдарлама іске қосылады. Негізгі мақсат балалар мен жеткіншектер арасындағы зорлық зомбылықтың алдын алу. Бұл бағыттағы маңызды жұмыс тоқтамайды. Жас өспірімдердің құқығы мен мүддесін қорғау мәселесі әрдайым мемлекет назарында болады.